Петропавлдың тура орталығында тұратын Анастасия Тихонованың үйі бұл. Пәтері күрт суып кетіп, 5 күннен бері жылуға жармай отырмыз дейді. Азынаған суықтан үйлерінде қабат-қабат киіммен жүруге мәжбүрміз дейді. Оған қоса есік терезелерінен де суық кіріп, үйін суытып жіберген. Қазір үйіндегі жылу 15 градусқа әрең жетеді екен. Дома вообще очень холодно. Үстімізге қалың киіп, аяқ киіммен жүрміз үйде. Сонда да тоңып отырмыз. Электр батареясын күнімен қосып қойсам да көмектеспейді. Қалада 1000-нан артық көп қабатты үй болса, қақаған қыстың ортасында оның жартысына жуығы жылуға жармай отыр. Энергетиктер мұны жылу қазандықтарының бірінен соң бірі істен шығуынан дейді. Қазір жылу орталығындағы 12 қазандықтың 7-еуі ғана істеп тұр. 2-еуі жөндеуде болса, 3 қазандық жарылып кеткен екен. Поверхностный нагрева дейміз, енді үлкен құбырдар ғой, допустим, 32 диаметр, 4 мм стенкасы. Онда үлкен температура параметрларымыз 530-560-қа дейін барады. Сол енді шыдамай уже кеткендері болады. То есть местные условия дегендей. Но эксплуатационный персонал дейміз. Істеп жатқан адамдардың мында несі жоқ. Тозған, просто тозған. Мамандар жағдай енді бір тәуліктен кейін ғана реттеле бастайды дейді. Қазір істен шыққан 2 жылу қазандығын реттеп, қайта қосуға жанталасып жатыр. Ал жергілікті билік жылу орталығындағы апаттардың қайталана беруін тозығы жеткендігімен түсіндіреді. Яғни 60 жыл бұрын салынған жылу орталығының қазандықтары 56%-ға тозған дейді. Но при этом я хотел бы отметить, что новые цены, например, на уголь в этом году, они подняты к ценам прошлого года на 25%. Мазут поднят на 18%, стоимость мазута. Стоимость провозной платы угля поднята на 25%. Стоимость химических веществ, которыми мы очищаем воду для станции, потому что идет на котлы химреактивы для очищенной воды, то есть никаких примесей не должно быть, подняты в 2 раза. Кроме этого, в 2 раза поднялась цена на металл. Петропавлдағы жылу электр орталығында бұл күзден бері болған 3-ші апат, бірақ энергетиктер бұл жағдай тағы қайталанбайтынына кепілдік бере алмаймыз дейді. Руслан Құсайынов, Руслан Нұрланов, Первый Северный.